Келесі мына есепті шығарып көрейік. Тік бұрышты параллелепипедтің ұзындығы 7 см, ені 4 см, биіктігі 6 см. Оның ұзындығы бойынша бүйір жақтарының ауданын табыңыз. Ал ең бірінші мына тік бұрышты параллелепипед және оның мына ұзындықтары, өлшем бірліктерін толығымен айтып шығайын. Бұл кеңістік фигурасы тік бұрышты параллелепипед деп аталады. Ұзындығы мына қырлары ұзындығы. Ені мына қырлары ені болып есептелінеді. Ал енді биіктігі мына 4 қыры биіктігі болып саналады. Есепте ұзындығы бойынша бүйір жағы. Демек, ұзындығы болса, ұзындығы бойынша бүйір жағы ол мынау жақ. Және де осыған қарама-қарсы мына жақ. Ал енді егер есепте ені бойынша бүйір жағы десе, демек енін табамыз, ені бойынша бүйір жағы мынау болады. Және осыған қарама-қарсы мына жақ. Ал енді мына астыңғы жағы бұл табаны. Ал енді үстіңгі жағы мынау үстіңгі жағы деп аталады. Енді ұзындығы бойынша бүйір жағы. Демек, ұзындығы бойынша бүйір жағын табу үшін бізге ұзындығы және де несі керек? Биіктігі керек. S тең ұзындығы бізде 7 см, биіктігі 6 см. Сонда ұзындығы мен енін көбейтеміз. 42 см квадрат. Енді ұзындығы бойынша бүйір жағы екеу. Демек, 42 см квадратты біз 2-ге көбейтеміз. Сонда 84 см квадрат болады.